Жұлдыз жорамал. Армысыз тыңдарман, назарларыңызға ертең 28 тамызға арналған жұлдыз жорамалымызды ұсынамыз. Азғырулар күні. Оқиғалар сіз қай жолға бара жатқаныңызға және оларға деген реакцияларыңызға, тағдыр жолы сізді қай бағытқа апаратындығына байланысты. Жақын адамдармен қарым-қатынастың асқыну ықтималдылығы өте жоғары. Егер жаңа ұсыныстар түссе, шешім қабылдауға асықпаңыз. Өз ойларыңызды жинап, болашақты бағалаңыз. Диктатор рөлін алмауға тырысыңыз. Өз пікіріңізді басқаларға айтпаңыз. Туыстарға көбірек көңіл бөліңіз. Күн үйлену үшін өте қолайлы. Бұл ескі әдеттерден арылуға немесе жаңа нәрсені көруге тамаша уақыт. Қарым-қатынас кезінде бұл жақындық пен романстың ең керемет уақыты. Іскери мәселелерде уақытыңызды ұсақ тек заттарға жұмсамаңыз. Өз басымдылықтарыңызды нақты анықтаңыз. Үйде тыныштықты сақтау және басқалармен қарым-қатынаста тепе-теңдікті сақтау үшін ымыраға келуге тура келеді. Қаржылық проблемалар туындауы мүмкін. Сондықтан ақшаны тек қажетті заттарға жұмсаңыз. Жұмыста сіз оқиғаларды мәжбүрлемеуіңіз керек. Басталған жұмысты жалғастырып тәртіпке келтіру керек. Жаңа ақпаратқа әсіресе тексерілмеген көздерден өте мұқият болыңыз. Үлкен қаржылық шығындардан аулақ болуға тырысыңыз. Күн кәсіби қызмет үшін де, жеке қатынастар үшін де қолайлы. Сүйіктіңізбен қарым-қатынасты жаңа, жоғары деңгейге көтеруге жақсы уақыт бар. Жақын адаммен танысу мүмкіндігіне ие боласыз. Осы кезеңде сіз қиын сұхбаттасушысыз. Өзіңіз талап етесіз, тіпті өзіңіз толық түсінбеген мәселелерде де. Осыған байланысты жанжалдар мен реніштер туындауы мүмкін. Бірақ бұл күн сүйіспеншілік қатынастарына қатысты барлық нәрсе үшін жақсы күн. Егер кез келген тапсырмаға ақылмен қарасаңыз және әрекет жасамас бұрын оны ойластырсаңыз, онда жақсы нәтижеге сене аласыз. Жалғыз жүректер үшін үміт беретін күн. Бұл уақыт демалуға және бәрін қалпына келтіруге жақсы. Күн тыныш ырғақта өтеді. Мүмкіндігінше уақыт бөліп, шамадан тыс жауапкершілікпен байыпты күш талап етпейтін істерді жасаңыз. Тәжірибелі әріптестердің пікірлерін, сондай-ақ ақсақалдардың кеңестеріне назар аударыңыз. Бір уақытта бірнеше нәрсемен айналысу керек. Уақытыңызды бос өткізбеуге тырысыңыз. Кіріс ақпаратына ерекше назар аударылады. Күн романтикалық көңіл-күйге, жағымды ойын-сауыққа және жақын адамыңызбен үйлесімді қарым-қатынасқа қолайлы. Өзіңізді кәсіби салада дәлелдеуге, сонымен бірге шығармашылықпен айналысуға қолайлы уақыт. Қиын істерді қабылдай аласыз. Даулы мәселелерді шеше аласыз. Пайдалы ақпаратты табуға көбірек назар аударыңыз. Бұл күні достарыңызбен кездесуді бастаңыз және көп көңіл көтеріңіз. Маңызды жоспарлар құра аласыз. Іскери серіктестерге уәде бере аласыз. Ақпарат іздеп жаңа байланыстар жасай аласыз. Осы уақытты нақты және виртуалды контактілерді жаңарту үшін пайдаланыңыз. Тәжірибелі адамдардың кеңестері мен нұсқауларын ескеріңіз. Тамыздың 28-іне арналған жұлдыз жорамалымыз осындай. Жұлдыздарыңыз жарық болсын. Жұлдыз жорамал.